Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде сабақта әліппе бірінші сынып 24-ші сабақ. Тақырыбымыз не үйрендім, не білдім. Балалар, каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және қоңырау шаны басып қойсаңыздар, сабақ сіздерге жаңа сабақтар бірінші болып көрінетін болады балалар. Балалар, сонымен бүгінгі тақырыбымызға оралайық. Не үйрендім, не білдім. Балалар, біздер осыған дейін А, Р, Л, У, Н деген дауыстарды өттік, е? Ал енді бұнда қызыл үйшік және көк үйшік берілген. Қызыл үйшікке дауысты дыбыстарды жинаймыз, ал көк үйшікке дауыссыз дыбыстарды жинаймыз. Дауысты дыбыстар дегеніміз А және У. У деген балалар кейде дауысты, кейде дауыссыз болып келеді, е? Ал енді көк үйшікке дауыссыз дыбыстар жинаймыз. Дауыссыз дыбыстар бұл жерде Р, Л, У, Н. Балалар, жаңа айтып өткеніміздей, У дыбысы кейде дауысты, кейде дауыссыз болып келеді. Балалар, Удың алдындағы дауысты дыбыс болса, онда У дауыссыз болады. Ал дауыссыз дыбыс болса, ол керісінше дауысты дыбыс болып келеді, е? Балалар, енді мұндағы суретке қарай отырып, әріптерге қарай мына сөздердегі суреттегі жан-жануарлардың атауларын айтамыз. А, Р, Л, У, Н деген дыбыстар берілген, не әріптер? Енді үйрек. Бұл жерде Р және Р дыбысы келіп тұр, е? Әріпі. Балапан. Л және А, Н дыбыстары бар, е, суреттегі. Бақа. А дауысты дыбысы бар, е? Саңырауқұлақ. А, Р, У және Л дыбыстары бар. Су. У. Бұл жерде қалай болып тұр? Су дегенде дауысты болып тұр, е? У. Инелік. Бұл жерде Л. Инелік және тас деген сөздер шығады, е, балалар? Ал енді мына тапсырманы оқимыз. Ортасында жарайсың деп жазылып тұр. Сөреден мәреге дейін оқитын боламыз, балалар. Қане, бірге оқиық. Ар, ара, аула, аралар, ауа, аула, нан, нар, анар. Міне, балалар, біз мәрегеде келіп жеттік. Жарайсыңдар, балалар. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Балалар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, балалар.